Сәлем қыздар, бүгін өте пайдалы жасымық сорпасын, яғни чечевичный суп дайындау әдісін көретін боласыздар. Ол үшін 2 кесе жасымық, 2-3 картоп, 1 пияз, 1 сәбіз, 2 штук чесногымды турап дайындап қойдым. Жасымықты суға салып бұқтырып қоям. Дайын сорпамды сүзіп алып, плитамды қосып қойдым. Тұзбен бұрышын салдым. Сарымсағымды қуыра беремін. Оның үстіне пиязымды, қайнап тұрған сорпама картопымды, сәбізді бәрін салып қайната беремін. Зажаркамды дайындау үшін оған тағы да 1-1,5 қасық томат пастасын салам. Помидор болса помидор саласыздар. Ал енді қайнап жатқан сорпама жасымақты салып, зажаркамды құйып, бәрін араластырып, осындай қою консистенция болып шығу керек. Жасымық сорпасы кептірілген нанмен өте дәмді болып шығады. Сондықтан кептірілген нанымды дайындаймын. Нанымды көбектеп турап, тұзын, бұрышын, паприкасын салып, араластырып, оливковый май құйып, бәрін араластырып қайта пешіме саламын. 10 минут 180 градусқа жеткілікті болады. Піскен сорпамды ал енді блендермен езе бастаймын. Сорпам дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк пен комментарий қоюды ұмытпаңыздар. Рахмет қыздар.